Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз сіздермен осындай балаларға арналған бабочка галстук жасайтын боламыз. Жасалуы өте оңай. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Бізге қажетті заттар: мата, менің жағдайымда тафта матасы, кішкене қаттылау мата алған дұрыс. Одан кейін резинка, екі түрлі резинкада көрсететін боламын. Бұл менде жіңішке және де жалпақ резинка. Жалпақ резинканың сантиметрі, ені 2 сантиметр. Одан кейін осындай темір застежкалар. Застежканың қалай қадалу жолын келесі видеода көрсететін боламын. Енді резинканың өлшемі, яғни жалпақ резинканың өлшемі баланың мойнына қарай алатын боласыздар, және 1-2 сантиметр тігіске. Жіңішке резинканың ұзындығы 45 сантиметр. Енді матаның өлшеміне келетін боламыз, яғни үлкен матаның өлшемі 25-те 14 сантиметр. Келесі екінші кішкентай бөлік матамыздың өлшемі 8 сантиметрде 5 сантиметр. Алдын ала осындай лекала жасап алсаңыздар, сызбасы арқылы бірден матадан кесіп алуға өте ыңғайлы, әрі өлшемін әркез ұмытып қалмайсыздар. Енді матаға келетін болсақ, бізде менің жағдайымда тафта матасын алған болатынмын. Бұл қатты өз формасын ұстап тұрады. Ал егер де сізде жұмсақ мата болатын болса, онда материалға міндетті түрде өз формасын ұстауға көмектесетін дублерин, не болмаса клейлі мата деп аталатын материал алу керек болады. Атлас матасынан да жасаған болатынмын, бірақ ол кезде міндетті түрде мен дублерин жабыстырдым. Мінекей осылай екі бөлік матамыздан және бір ғана резинкадан тұратын өте оңай жасалуы. Базардан кем дегенде 500-700 теңгеден сатып аласыз. Ал егер де бұны өзіңіз жасап алатын болсаңыз, 1 метр матадан бірнеше галстук жасауға болады. Және оны сатылымға жасасаңыздар да болады. Тігу барысына келетін болсақ, оң жақ бетін бір-біріне қаратып, осылай ұзындығы жағынан ұзын тігіс түсіретін боламыз. Бұл жерде міндетті түрде резинканы застежкамен не болмаса тігіс арқылы жасаудың қажеттілігі жоқ. Жай ғана жіңішке мата не болмаса жіңішке резинканың өзін өткізіп, кейін оны жағаның астына байлап та қоя салуға болады. Өйткені жейденің, яғни рубашканың жағасынан ол көрінбейді. Мінекей екі матамыздың да ұзын тігісін тігіп алдық. Енді оны жақсылап оң қаратамыз. Оң қаратқаннан кейін тігісін ортасына келтіріп, жақсылап үтікпен басып шығатын боламыз. Біздің тігісіміз, яғни галстуктың ішкі жағына қалып кетеді. Және екінші кішкентай бөлік матаны да дәл солай үтіктейміз. Үтіктеп алдық. Енді тігіс түскен жақ бетінен осындай тағы да бір тігіс түсіретін боламыз. Яғни бұл теріс беті болып саналады. Қазір бұны тағы да артық жіптерін кесіп, оң қарататын боламыз. Келесі кішкентай бөлік матамызды да дәл жаңағыдай тігіп шығатын боламыз. Мінекей тігіп алдық. Енді артық жіптерінің барлығын кесіп тастаймыз. Және бұны тағы да оң қарататын боламыз. Өйткені тігіс түскен бөліктің барлығы матаның астында қалып қояды. Енді ең соңғы тігісті ортасына келтіреміз. Екі матаны да оң қаратамыз. Және галстуктың формасын, бабочканың формасын келтіретін боламыз. Видео ұнап жатқан болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазылып алуды ұмытпаңыз, және колокольчик белгісін басып қойыңыз. Келесі видеоны міндетті түрде ең бірінші болып көретін боласыз. Видеода көрсетілгендей бабочканың формасын келтіреміз, және кішкентай бөлік матамызды осы матадан өткізетін боламыз. Біздің бабочкамыз дайын болуға шақ қалды. Енді келесі кезекте біз резинканы өткізетін боламыз. Яғни мен бұл видеода ең бірінші жай ғана баланың басынан кигізе салатындай етіп жалпақ резинкамен көрсететін боламын. Мінекей біздің бабочкамыз ең соңғы бөлігі резинкаға келдік. Жалпақ резинканың ұзындығы, яғни балаңыздың мойнына қарай ыңғайлап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай дәл жаңағы тігіс түскен жақ бетінен өткіземіз, және 1 сантиметр бір-біріне қаратып тігіс түсіріп жібереміз. Ине жіптің көмегімен қол тігіспен де тігуге болады, не болмаса машинкамен жүргізіп жүрсеңіздер болады. Қарап тұрсаңыздар өте оңай. Дәл осы жасалу жолымен сіздерде, яғни тапсырысқа, садикке, не болмаса мектепте оқушыларға жасап берсеңіздер болады. Кемі 500 теңгеден сатуға болады. Ал бұл тафта матасының метрі 700-800 теңгеден тұрады. Ал 1 метр матадан сіз бірнеше галстук шығара аласыздар. Дайын бизнес. Мінекей біздің галстугымыз дайын. Кішкене қисайған жерлерін жақсылап түзулеп аламыз. Сонымен біздің
өте оңай жасалу жолы және өлшемдері тұп-тура болып тұратын, дәу болып кетпейді, кішкентай болып қалмайды, өте бір миниатюрный әрі әдем болып тұратын бабочкамыз дайын. Өйткені өзім бұдан алдын бірнеше түрлі өлшеммен жасап көрген, бірақ оның ешқайсысы әдемі болып көрінбегендіктен осы өлшеммен жасап сіздерге ұсынудамын. Келесі видеода осындай застежканы резинкаға қалай өткізу керектігін көрсететін боламын. Міндетті түрде каналыма жазылып алуды ұмытпаңыз. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айгерім.